Аллах тағала адам баласын өзіне құлшылық етсін деп жаратқан. Олай болса, ислам ғұламалары қасиетті қадір түнінде Аллаға жақындататын төмендегідей амалдарды жасаған абзал деген. Бірінші, бұл түнде Алланың разылығы үшін ғибадат жасап, намаз оқып, құлдық сезімдерімізді арттыруымыз керек. Екінші, Құран кәрім оқылып, тыңдалып, түсінуге ынта қойылып, Құран кәрімге сүйіспеншілік пен байланыстар орнатылуы тиіс. Үшінші, пайғамбарымызға Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, салауат айтып, оның шапағат етуінен үміттеніп, оның үмметінен болғанымызды саналы түрде сезініп, оның жолын берік ұстануымыз шарт. Төртінші, уағыз насихат тыңдап, сұхбаттар құрып, күнделікті күйбен тіршілік барысында жүрекке түскен кірбіңді жуып шайып, көңілге ұялаған кір мен күмәннан арылуға тиістіміз. Бесінші, қадір кешінің маңызына байланысты және қадір түніне қатысты жеткілікті мағлұмат беретін дін адамдарымен сұхбат құру керек. Әсіресе, адам өз-өзімен сұхбаттасып, қателіктерін танып, кемшіліктерін жоюға күш салуға, адамдармен достық қарым-қатынасын күшейтуге, бірлік пен біртұтастықты арттыруға мән беруі тиіс. Алтыншы, тәубе мен истихфар жасап, өз нәпсісін есептен өткізіп, қателік жасаудан сақтанып, қайырлы істерді жасауға құштар болуы шарт. Жетінші, Алланы зікір етіп, ұлы жаратушының шексіз құдіреті мен жоқтан бар болған жаратылыстың сырларына ой жүгіртіп, Алланы еске алумен жүрекке тыныштық ұялатуға барынша әрекет жасап, иманымызды күшейтуіміз қажет. Сегізінші, жиі-жиі дұға жасауымыз керек, өйткені дұға адамды ұлы жаратушыға жақындататын дәнекер десек болады. Тоғызыншы, қадір түнінің күндізінде бейне кеш секілді өткізу ләзім. Осылай болған болса, мүбәрак түннің рухтарға төккен шұғыласы сінімді болып, жүректің қақ төрінен орын алары сөзсіз. Оныншы, бұл қадір түнінің құрметіне Раббымыздан бүкіл мұсылмандардың күнәларының кешірілуін тілеуіміз керек. Қадір түнінің жақсылыққа мұрындық болуын, достық пен бауырмашылдықты арттырып, ислам әлемінің біртұтастығын және күллі адамзатты апаттардан сақта деп тілеуіміз шарт.